Қазақстанда экспортта келешегі бар тауарларды анықтайтын алғашқы құрал жасалды. Бірегей әдістің әзірлеушілері Қазақстанның даму банкі. Қаржы ұйымы елдің сыртқа шығаратын өнімдерін әртараптандыруға айтарлықтай әсер етуі мүмкін 50 тауардың тізімін айқындады. Басқаша айтқанда, осы құралдың көмегімен қазір қандай отандық өнім сыртқы нарықтарда сұранысқа ие екенін білуге болады. Это может быть товар, производства которого Бұл біздің елде өндірілген, алайда әлі танымалдылыққа аса ие болмаған тауар болуы мүмкін, немесе ол өнім тіпті болмауы да мүмкін. Нәтижесінде арматура, бекіткіштер, пластмастан жасалған бұйымдар, топырақты өңдеуге арналған ауыл шаруашылық жабдықтары, шойынмен жасалған бұйымдар сияқты тауарлардың экспорттық нарықта жақсы сатылатын заттар екені анықталды. Тауарлардың толық тізімін біздің сайттан көре аласыздар. И так далее. Полный перечень товаров вы можете увидеть на нашем сайте. Арнайы бақылаудың көмегімен анықталған тауарлардың қатарына темірден, болаттан жасалған бұйымдар, өңдеу өнеркәсібінің, құрылыс, химия және машина жасау салаларының өнімдері де жатады. Сарапшылардың пікірінше, бұл тізім олардың шетелдегі сұранысына сәйкес өзгеріп отырады. Я считаю, что для предпринимателей это будет очень полезно, так как на нашем портале вы можете найти подробную информацию. Кәсіпкерлер үшін бұл өте пайдалы ақпарат деп санаймын. Себебі олар біздің порталдан өңірлер тауарлар бойынша Қазақстанның импорты, экспорты туралы толық ақпаратты, статистиканы таба алады. Қазақстанның экспорттық қоржынын әртараптандыру үшін перспективті тауарлардың тізімін, сондай-ақ кедендік баждар туралы ақпараты бар бәсекеге қабілетті өткізу нарығы бойынша ақпарат, әлем елдерінің экспорттық қоржынының құрамы туралы да сол жерде жарияланған. Экспортных корзин различных стран мира. Банк өкілдерінің айтуынша, алгоритм Қазақстанның және әлемнің басқа 400 елінің экспорттық қоржындарының талдауына негізделген. Болашақта сарапшылар елдің әрбір жеке аймағы үшін перспективті салалардың тізімін зерттеуге ниетті. Осылайша елдің өндірістік мүмкіндіктері анықталады.